көп сұрақтар келіп түсіп жатыр. Тоқталып кетейік. Мынау енді адам болғаннан ыстықжан ғой. Ыстықжан болғаннан кейін ауырады, сырқаттанады. Сол кезде мынау ем қабылдау мәселесі. Мынау укол дейді ғой, система дейді. Енді қуат беретін дәрілердің барлығы, құрметті ағайын, болмайды. Ол қай жерден салынатын болса да қуат бере ма, сізге ол азық ретінде беріледі ма, ол дәрі оразаңызды бұзады. Екінші мәселе, тіс мәселесінде. Мынау тіс емдейтіндер бар ғой, тіс емдейтіндерде кейде обезболивающий, ауыртпайтын дәрілер салады. Ауруды басатын дәрілер, микробты өлтіретін дәрілер салады, уколдар. Бұл қалай деген уақытта тіске күш қуат беретін дәрі болмайтын болса, ол оразаны бұзбайды. Бірақ бір мәселеде салған кезде жаңағының дәрінің әсері тамаққа кетіп қалатын болса, қалдығы бір бөлігі, онда оразаңыз бұзылып кетеді. Бір күнге ұстап бересіз. Сол үшін егер ораза уақытында мүмкіндік болатын болса, қабылданатын ем, укол болсын, система, қандай дәрілер болсын, кешке қабылдаған жақсырақ. Егер оған дәрігер рұқсат берсе. Өйткені адамның өмірі шариғатта құнды. Сол үшін Алла Тағала Құран Кәрімде «Уәлә тақтулу анфусакум» өздеріңіз өлдірмеңдер дейді. «Уәлә tulqu биайдикум ила тахлука» өз қолдарыңызбен өздеріңізді құрдымға тастамаңыздар дейді. Сол үшін адамның жаны қасиетті, құрметті. Енді егер де дәрігер жоқ, сен бұны алу міндетсің, ораза ұстама дейтін болса, сенімді, онда не істейміз? Онда оразамызды ашып, емімізді қабылдап, кейін бір күн ұстап береміз. Бұл дәрінің мәселесі. Ал егер күш қуат бермейтін дәрілер болса, оның ешқандай қиындығы жоқ екен.